Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты бауырлар, Құдайдың сүйікті халқы ұл қыздары. Мен ұзақ уақыт шыға алмадым уағыз айтуға. Өйткені бір себептер болды. Алматыда үлкен құрылтай жиналысы болды. 23-нен 26-сына, және 26-сынан 29-ында Астана қаласында болды. Сол жақта жиналдық. Бауырлармен, қазақ бауырлармен, қарақалпақ бауырлармен, қырғыз бауырлармен, қызметшілермен Құдайдың өте жақсы уақыт болды. Құдайдың жарылқанған уақыты. Киелі кітапта айтады, ауыз біршілікте болыңдар, бір-біріне жігер беріңдер дейді. Ол өте керемет. Бүгін мен Дәуіттің жырымен бөліскім келеді. Дәуіттің жыры 29-шы тарау Забур 13-шы аятпен: енді үздіксіз саған ән саламын, уақ Құдай ием, мәңгі мақтау айтамын дейді. Аумин. Дәуіт атамыз өте керемет. Білесіздер, киелі кітаптағы ең ұлы тұлғалардың бірі ол Дәуіт пайғамбар. Дәуіт пайғамбар қиыншылықты көрді. Дәуіт пайғамбар жек көріншілікті көрді, бауырлары жек көрді. Дәуіт пайғамбар малшы да болды, және Дәуіт пайғамбар батыр да болды. Дәуіт пайғамбар достықтың сатқындығында көрді, және достықтың адалдығында көрді. Дәуіт пайғамбар ащы кінәнің дәмінде татты, кісі өлтіріп, неке адалдығын бұзып, және Дәуіт пайғамбар Құдайдың көз алдында менің жүрегімнің қалауы деген атқа ие болды. Аумин. Неге? Өйткені Құдай қаламайды, біздің әрбір кінәларымызды тізіп жүрмейді. Құдай біздің жүрегімізге қалайды. Және Дәуіт сондай ғажап болды. Ол Құдайдың кім екенін біліп, қайғырып, кешірім сұрап, оның алдында оған ән айтып мадақтады. Сондықтан да айтады, енді үздіксіз саған ән салам дейді. Кімге? Құдайдың алдында қуанып, шаттана білген адам, ол барлығын жеңе біледі. Білесіңдер ме? Қайғы, мұң, қасірет адамның тыныштығын ұрлайды. Жүрегіндегі тыныштық кетеді. Жүрегінде тыныштық кетсе не келеді? Қайғы, мұң келген уақытта адамға ауру келеді. Сондықтан да мына жерде айтады, қиыншылыққа қарамай Құдайды мадақтап ән айт дейді. Жан тәнімен мадақта, оған мадақтаулар айт дейді Дәуіт. Өйткені Дәуіт өз өмірінде жаңағы айтқандардың барлығын көрді. Достың сатқындығын көрді, досының өлген азабын көрді, қиыншылықтарды көрді, қуғын сүргін көрді. Бірақ сонымен қатар Дәуіт айтады, жан тәніммен Құдайым саған тәубе етемін, ризашылығымды білдіремін, алғысымды айтамын дейді. Достарым мені сатып кетсе де, сен мені тастамайсың дейді Дәуіт. Дұшпаным мені қудаласа да, мен қап-қараңғы шатқалда жүргенде қорықпаймын дейді Дәуіт. Достарымның, дұшпандарымның алдында сен маған дастархан жаясың дейді Дәуіт. Ол неге айтады Дәуіт? Өйткені Дәуіт пайғамбар білді, Құдай ұлы. Саған айтқым келеді, қымбатты досым, егерде Құдай саған жақ болса, ешкім саған қарсы тұра алмайды. Егерде сен бір қателіктер жасасан, онымен өмір сүрме, алға қарай ұмтыл. Жамандықты тастап, жақсылыққа қарай ұмтыл. Жамандықты ойлама ешқандай да, тек алға ұмтылуды ойла. Өйткені алға ұмтылған адамдар, жақсылықты ойлаған адамдар тек қана ұлы мақсаттарға жетеді. Аумин. Құдай сені жарылқасын. Мен сенемін. Тап қазір қиыншылықта жүрген адамдар болса, я болмаса бір қайғы, мұң жеп жүрген адамдар болса, жан дүниесін уайымдап жүрген адамдар болса, күнәға құлаған адамдар болса, мені жақсылап тыңда. Барлығын ұмытып, рухани Құдайдан тазалық ал, киелі кітаптан. Исамен тығыз қарым-қатынаста бол, одан кешірім сұра, және ән айтып мадақтап, өзінің өміріне жақсылықтар жарияла. Не сепсен, бауырым, соны орасын. Не сепсен, соны орасын. Сен нұрдың адамысың, және жарық нұр сенің отбасыңды жарылқап баталасын. Аумин.